Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермен, біз каналға қош келдіңіз. Ауыр атлет Вячеслав Ершов қайтыс болды. Ауыр атлетикадан бірнеше дүркін Қазақстан чемпионы, Азия ойындарының жеңімпазы Вячеслав Ершов қайтыс болды. Бұл туралы еліміздің ауыр атлетика федерациясы мәлімдеді деп хабарлайды Бол.кз. 29 қаңтарда ауыр атлет Вячеслав Ершов өмірден өтті. Ол 2006 жылы Дохада Азия ойындарының чемпионы болған. Әлем чемпионатында қатысушысы. Ел біріншілігінің бірнеше дүркін жеңімпазы. Қазақстан Республикасы ауыр атлетика федерациясы Вячеславтың жақындарына қайғыра көңіл айтады деп жазылған федерация таратқан ақпаратта. Айта кететін жайт, Вячеслав Ершов белгілі ауыр атлет Майя Манезаның күйеуі. Манеза Лондон олимпиадасында чемпион атанып, кейін допинг дауына ілініп, нәтижесін жоққа шығарған болатын. Толығырақ төменгі сайтымыздан көре аласыздар. Егер де біздің видео ұнаса, подписаться және бір ғана лайк күймесін бас күтулеріңізді сұраймыз.